Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама ойландаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған деп, төрелігін өзі шешкен Абай атамыздың жарқын бейнесімен, жалынды жырымен бізбен бірге өмір сүріп келеді. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Орталық қалалық кітапхана Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған Абай әдеби орталығымен таныстырады. Кітап көрмесі 3 бөлімнен тұрады. Абайдың шексіз әлемі. Бұл бөлімде ұлы ақынымыздың өмірбаяны мен жастық шақтары туралы кітаптар топтастырылған. Қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы философ Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей облысындағы Шыңғыс деген тауды жайлаған Тобықты руының ішінде дүниеге келген. Мақсат Кенжеқұлұлының адамгершілік ілімі және Хакім Абай атты еңбегінде адамгершіліктің ең берісі қайырымдылық пен денсаулығы, ең әрісі игілік пен бақыт екені түйінделген. Сонымен қатар кітаптан Абайдың ұрпақтары мен ақындық айналысының естелік әңгімелерімен таныса аласыздар. Абай мұрасы халық қазынасы атты екінші бөлімінде ақынның сөзін ардақ тұтатын оқырмандарға өлеңдері, поэмалары, аудармалары және қара сөздері қамтылған шығармалар жинағы ұсынылып отыр. Абай философ ретінде 1890 жылдар арасында 50 жуық қара сөзбен тұратын ғақлия прозалық шығармасын жазды. Шығармасына қанатты сөздер, ойлар, аңыздар мен диалогтар кіреді. Абай аудармашы ретінде Лермонтов, Толстой, Пушкин, Салтыков-Щедрин орыс жазушыларының шығармаларын ана тіліне аударды. Ұлы ақынның Желсіз түнде жарығай, Көзімнің қарасы, Айттым сәлем қаламқас атты әндері қазақ даласына тарап, көпшіліктің сүйіп тыңдайтын әні болды. Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы қазақ халқының тұңғыш эпопеясы Абай жол романы. Абайдың адамзат, ақын ретінде қалыптасуы сол жарты ғасыр ішіндегі қазақ қоғамының барлық саласындағы өмірдің барлық ойлы қырлы қия қалтарасымен өріле суреттеледі. Абай арқылы өткен ғасырдың екінші жартысындағы және сол ғасырлардың басындағы бүкіл халық тіршілігін, оның көп бұралаң тағдырын, ой арманын, мақсат мүддесін, күрес тартысын бәрін түгел шарлап өтеміз. Демек, Абай жолында кешегі қазақтардың тұрмысы, әдет ғұрпы ғана емес, күллі рухы сайрап білініп тұр. Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің үнге қосылып, жаңғырып, жана өріс алыпты. Ұрпақ үшін жазғанын қадірлеңдер, насихаттап жүрейік ұлтын барда деген сөзбен сөзімді аяқтағым келеді.